Бәріне сәлем, сіздермен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін мен Конституцияға енгізілетін түзетулер туралы өз пікіріммен бөлісетін боламын. Ұнаса, лайк басып менің YouTube каналыма жазылыңыз. Қазақстан өзінің алғашқы Конституциясының 93 жылғы 28 қаңтарда тәуелсіздік алғаннан кейін қабылдағаны белгілі. Сарапшылардың пікірінше бұл ең демократиялық конституция болды. Алайда 95 жылы екінші конституция қабылданды. Содан бері оған 5 рет түзетулер енгізілді. 19-шы, 7-ші, 11-ші, 17-ші және 19-ші жылдары 55 бапқа 1100-ден астам түзетулер мен толықтырулар енгізілді. 25 жылғы 5 маусымда кезекті республикалық референдумда еліміздің азаматтары президент ұсынған Конституцияға енгізілетін түзетулер үшін дауыс беретін болады. Бұл жолы 33 бапқа түзетулер ұсынылады. Олардың негізінде 20 заңға өзгерістер енгізілетін болады. Жарияланған бейне хабарламада Токаев конституциялық реформаның мақсаты суперпрезиденттік басқару формасынан ықпалды парламент пен жауапты үкімет бар президенттік республикаға көшу екенін айтты. Билік өкілдерінің мәлімдемелеріне сәйкес президенттің өкілеттігі қысқартылады, парламент пен маслихаттардың рөлі едәуір күшейтіледі, азаматтардың қатысуы едәуір кеңейді, құқық қорғау саласы жүйелі түрде нығайтылады және тағы басқа. Алайда ұсынылып отырған түзетулерді мұқият зерделеу нәтижесінде маған жоғарыда көрсетілген мәлімдемелермен келіспеуге мүмкіндік береді. Алдымен жер мен оның қойнауы енді халыққа тиесілі болады, ал мемлекеттік халықтың атынан меншік құқығын жүзеге асырады. Бұл өте әдемі және тартымды көрінгенімен, бұл жағдайда біз дұрыс емес құқықтық құрылымды көреміз. Өйткені Конституциясының 6 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасында меншіктің тек 2 түрі бар: мемлекеттік және жекеменшік. Халықтық деген жоқ. Мемлекеттің рөлінде келетін болсақ, ол халықтың ресми өкілі болып табылады және өзінің органдары мен институттары арқылы оның еркін білдіреді. Әрі қарай біздің елімізде өлім жазасына жою туралы жарияланғанды. Алайда бүгін күні бұл белгілі факт. Өйткені бұл 21 жылғы тиісті заңда бекітілген, ал бұдан бұрын 21 жылдың басында Қазақстанда өлім жазасын жоюға бағытталған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге 2-ші факультативтік хаттаманы ратификацияланған болатын. Осылайша Конституциядағы бұл норма осы саладағы қолданыстағы құқыққа сәйкес келтірілген. Сондай-ақ әскери қызметкерлерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, судьяларға, партияларда болуға тыйым салуға жаңалық емес. Бұл қолданыстағы негізгі заңда бар. Түзетулер мен тізімге тек ОСК және жоғары аудиторлық палатының бұрынғы есеп комитетінің мүшелері ғана қосылды. Өкінішке орай Сенат сақталады. Ал парламенттің 2 палатасында да Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері болады. Президент жоғары сот кеңесінің төрағаларын, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың әкімдерін тағайындалатын болады. Менің ойымша, референдуммен бірге жағымды жаңалықтардың бірі конституциялық соттың оралуы. Бірақ ол президенттің бақылауында болады. Өйткені оның төрағасы, орынбасары, 11 судьяның 4-еуі онымен тағайындалады. Оған қоса референдумды ұйымдастыруға бюджеттен, яғни халықтың қалтасынан іс жүзінде 16 миллиард 400 миллион теңге жұмсалды. Егер соңғы уақытта да айтылып жүрген парламенттік республика туралы айтатын болсақ, мысал ретінде 93 жылғы Конституцияны алуға болады. Онда жоғарғы кеңес, парламент, Қазақстан Республикасының жалғыз заң шығарушысы және жоғары өкілді органы болды. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі таратылғанға дейін өзге де өкілеттіктері қатарында Конституция қабылдап, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізе алды.
Қазақстан Республикасы президентін, Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасарларын, сыртқы істер, қорғаныс, қаржы, ішкі істер министрлерінің, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын және дипломатиялық өкілдіктердің басшыларын тағайындауына келісім берді. Конституциялық сотты сайлады. Жоғарғы сот төмен тұрған соттарды қалыптастыру тәртібін айқындады. Қазақстан Республикасының бас прокурорын тағайындады. Қазақстан Республикасының өзге де өкілеттіктерін жүзеге асырды. Мүмкін, егер бұрынғы конституция сақталған жағдайда біздің еліміз баяғыдан шынымен еркін және демократиялық ел болар ма еді. Қорытындылай келе, мен адвокат ретінде 43-ші бапта бекітілген бұрынғы конституциядағы норма қызықтырды. Онда азамат заңға сәйкес жүзеге асырылатын және мемлекеттік кепілдік беретін билікті заң көмегі мен қорғауға құқылы. Азаматтарға қорғау және оларға заң көмегін көрсету жөніндегі қызмет дербес және тәуелсіз. Оған араласуға жол берілмеді және ол заң бойынша жауаптылыққа әкеп соғады. Қорғаушының заң көмегін көрсетуге байланысты өзіне белгілі болған мәліметтерді қорғаушының келімінсіз жария етуге құқы жоқ. Қазір мемлекеттің маңызы құқық қорғау функцияларының бірі қолданыстағы Конституцияның 13-ші бабының небәрі 3-ші тармағында арналған. Әркімнің билікті заң көмегін алуға құқы бар. Заңда көзделген жағдайларда заң көмегі тегін көрсетіледі делінген. Осымен тамам. Демек, біздің еліміздегі адвокаттың және тиісінше оның қорғауындағы тұлғаның әлемдік тәжірибеге сәйкес келмейтіндігі болып тұр. Жалпы қоғамның назарын тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушының әкесі ретінде елбасы мәртебесін сақтаған нормамен байланысты қарама қайшылыққа аударды. Бұл ашулы халыққа қарсы болды. Олар экс-президенті туралы және тағы басқа барлық ескертулерді жоққа шығаратынын айтты. Бірақ шын мәнінде, егер сіз жоғарыда айтылғандарында қорытындылансаңыз, референдумға ұсынылған конституцияға нақты өзгерістер болмайды. Саяси модельдің өзгеру болмайды, бәрі бұрынғыдай қалады. Достар, әдетте айтпақшы жарқын болашақта бірге. Сіздермен бірге болған адвокат Тайыр Насханов. Ұнаса лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыз.